Hadi balдар nazarımızı taqtaga audaramız. Taqtada qanday figuralar var? Осы геометриялық фигураның астында бізге берілген тапсырмалар бар. Соны орындаймыз. Мен сендерге қазір карточка тарқатып беремін. Сендер бөліп алыңдар. Екінші топ бөліп алсын. Жылдам орындап жүрейік. Қолымызда карточканы. Тапсырманы жылдам орындап жүрейік. Ал айталым берейін. 4-тен 3 қосылған 4-тен 1 тең. 4-тің өзі сақталып қалады. 3 қосылған 1 тең 4. 4 пен 4 қысқарады 1. Дұрыс. Әкеліп. Келесі. 11-де 2 қосылған 11-де 3 қосылған 11-де 6. 11 сақталып қалады. Тең 11-де 11 шығады. Ол екеуі қысқарады. Тең 1 шығады. Енді былай айтамыз кім? Нұрай. 11-ден 2, 11-ден 3, 11-ден 6 бөлім бірдей болғандықтан бөлімнің өзі жазылып, алымдар қосылды, иә балдар? 11-ден 11 қандай бөлшек бол? Бұрыс бөлшек. Нәтижесі неге тең болды? Бөлініп кеткенде 1-ге тең болды. Нұрай дұрыс шығарды ма оқушылар? Дұрыс. Келесі оқушы. Апай мен мына есеп шығарғанда 5-тен 4 шықты. Жарайды. Келесі оқушы ойлаймыз. 4-тен 3 қосылған 8-де 5 тең. 4 пен 8-дің ортақ бөлгішін табамыз. 8-ді 4-ке бөлеміз 2, 8-ді 8-ге бөлеміз 1. Яғни бөлімі әртүрлі бөлшекті сен қостың. Дұрыс, ортақ бөлімі 8, бұрыс бөлшек болып жарайды, дұрыс. Қосылған 12-ден 1 тең. 12-дің өзі сақталып қалады. 5-ке 1-ді қосамыз. 12-ден 6. 12-ден 6 қысқарады. 2-ден 1 шығады. Тамаша. Келесі. 21-ден 8 азайту 21-ден 5 тең. 21-ден 3 теңдігі 7-ден 1 шығады. 15-де 7 азайту 15-де 2 бөлімнің өзі сақталып қалады. Алымнан алым азайтылады 5. 15-де 5 болады. Олар қысқарады, тең 3-те 1 болады. Я балдар сендер тапсырманы орындау арқылы біз бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбын шығарып алдық. Яғни біз бүгін жай бөлшектерді көбейтуді өтеміз. Және аралас сандарды көбейтуді өтеміз. Ал енді бер қарап тақтаға қарайық оқушылар. Бірінші біз жай бөлшекпенен натурал санды көбейтейік. Натурал сандар дегеніміз қандай сан? 1-ден бастап шексіз сандар, иә? Мысалы, 4-тен 3-ке көбейтейін 2-ні. Міне берілген жай қарапайым 4-тен 3 көбейтейін 2-ге. Көбейту барысында бірінші қысқарған жай қарапайым 4-тен 3 көбейтейін 2-ге. Көбейту барысында бірінші қысқаратындар болса, біз қысқартып аламыз. Қараңдар, қайсылдар қысқаратын? Тамаша. 4-пенен 2-ні қысқартып жібереміз. Екеуі де 2-ге бөлінеді. 4-тің орнында 2, 2-нің орнында 1 қалды. Енді мынаны ескеріңдер балдар. Көбейту кезінде бөлімдегі сан бөлімге көбейтіледі, алымдағы сан алымға көбейтіліп, алымға жазылады. Мынау 2 натурал санның бөлімінде балдар 1 деген жасырын сан бар. Біз ол санды жазбаймыз математикада. Өйткені 2-ні 1-ге бөліп жіберсек, бәрібір қайтадан не шығады? 2 шығады. Сондықтан бұл 3-пен 1 көбейтіліп, алымға жазылады. 3 бөлімде 2. Ол қандай сан шықты? Бұрыс бөлшек шықты. Біз бұрыс бөлшекті ары қарай не істеуші? Тамаша. 1,2-ден 1. Тағы бір мысал келтіріп жіберейік осыған байланысты. Кәнекей кім бір мысал айтып жібереді? Қандай сандарды көбейтсек болады? Жай бөлшек пен натурал сан? Мысалы, 2-ден 1-ді 3-ке көбейтейік. Бірінші көбейту кезінде қараймыз, ішінде қысқаратын сандар бар ма? Жоқ. Біз енді бөлім 2, мына 3-тің бөлімінде жаңа біз айттық, не бар дедік? 1, 2-нің өзі болады. 1 менен нені көбейтеміз? 3.
бөлшекке көбейтейік. Кез келген бір екі жай бөлшек айтып жіберіңдерші кәнекей бала оқушылар. 3-тен 2-ні көбейтемін 6-дан 1-ге. 3-тен 2-ні 6-дан 1-ге көбейтемін. 6-дан 2 дұрыс айтасыңдар. 6 мен 2 қысқарады. 2-де 2 қысқарады, мұнда 1 қалады, мұнда 3 қалады. Жаңағы ережеге сүйене отырып біз бөлімдегі санды бөлімге көбейтеміз 9. Қандай сан шықты? 4 қалады, 1 қалады. 5 пен 4 қандай бөлшек шықты? Дұрыс бөлшек 20-дан 3-ден шықты. Жарайды. Енді үшінші жағдай біз жаңа айттық, аралас бөлшектерді көбейтеміз деп. Аралас бөлшекке бір мысал келтірейік. 3-тен 2 көбейту 7-тен 6. 3-тен 2 көбейту 7-тен 6. Аралас сандарды көбейтуге бір мысал келтірейік. 1-3-тен 2 көбейту 2-5-тен 1. Көбейтейік. Балдар, аралас санды көбейту үшін ең бірінші міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Бері қараңдар. Бөлімдегі 3 жазылады. 3-тен 1-ді көбейтеміз 3, 2-ге қосамыз 5. Яғни біздің 1,3-тен 2-міз 3-тен 5. Бұрыс бөлшекке айналды. Екінші бөлшектің бөлімі 5 жазылады. Біз кәдімгі жай бөлшектерді көбейту ережесі бойынша орындаймыз. Бөлімдегі 15, алындағы 2 көбейтіліп 25. Бұл қандай бөлшек балдар? Бұрыс бөлшекке есепті бізге неғұрлым жеңіл шығару үшін не істеп алуымызға болады? Қысқартып алуға болады. 15 пен 25 қысқара ма балдар? 5-ке қысқарады. Тең. Так, мынарада 3 қалады, мұнда 11 қалады. Дұрыс па? 3-тен 11 қалды. Бұл қандай бөлшек? Дұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті енді біз неге айналдырамыз? Айналдырамыз. Неше болады? 3-тен 2 шығады. Міне біз аралас сандарды көбейтіп едік. Нәтижесінде қайтадан қандай сан шықты? 3-тен 2 деген аралас сан шықты. Енді мына айтылған есептерімізді арқалай кішкене жандандыру үшін мен сендерге бір постер қорғап жіберейік. Мынандай тесттер бар балдар. Соны орындап жіберейік. Жылдан тоқтасып. Жаза беріңдер. Қаламмен болса да, өлшеммен болса да жазып шығарыңдар. Жарайды, онда топтық жұмыстарымды мен тексеріп алайын. Дұрыс бөлшекті не істеп алыңдар? Аралас санды дұрыс бөлшекке айналдырып, 5,2-ден дұрыс. Келесі топ сендер қалай орындадыңдар? Қысқартты. Жарайсыңдар. Түсіндік пе балдар, Енді тақтаға 1-2 оқушы есеп шығарайық. Ал балдар енді кітаппен жұмыс жасаймыз. Номері 741-ші есептің 4-шісін Салтанат шығарады, 7-шісін Талшын шығарады тақтаға. Келе ғой, екеуі 2 тақтаға орындап жүргеніміз. Жарайды, дұрыс қысқартты. Сонда не шықты нәтижесінде? Сен не шықты алшы? Қалай балдар сендердің есептеріңменен сәйкестенді ма? Жарайды, онда отырыңдар. Енді 744-ші есептің бір есебін шығарайық оқушылар.
kilogram. Kunduza kilogram. Dördüncü eseptin birincisi. Ne жерден бастап жазалım? Orundayınız okuşlar, dafterге жазамыз. Kitabın alınız. Kunduzay çıkarıp oldu okuşlar. Al sendердің çıkarganlarından Kunduzayдың çıkargаны қалай болды? Kunduzay ne istedi? Kanat жіберші. Араласқандарды көбейту үшін не істедік? Бірінші мен жазғым. Бұрышын шеке айландырдым дейсің. Іште екіні көбейттім, оған бірді қостым. Мына беске бірді көбейттім, оған бірді қостым. Мынаны қысқарттым. Бір болды, мына жақта екі болды. Бірмен бесті көбейттім. Алдындағыларын да көбейттім. Бесте 14 болды. Қайтадан? Бұрышын шекті. Аралассаң айналдырдым. Дұрыс, тамаша. Қайтадан. Ал оқушылар дұрыс есепті шығарды. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болатын болса, мынадан сәйкестік тест жасап жүрейік жылдардан топпенен орындап жүрейік. Ал олай болатын болса, балдар сабақ түсінікті болса, үй жұмысын аламыз, жазып белгілеп алынды. 743-744 есепті үйде шығарып келеміз. Есеп түсінікті.